Сіздермен өте дәмді болып шығатын табада пісірілген ханум дайындайтын боламыз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мантаваркадан гөрі табада пісірілген өте ерекше екен. Ең алғаш ұнымызға тұзды суымызды, жылы суымызды құйып, жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Кейін егін қандыруға 10-15 минутқа қойып қоятын боламын. Достар, менің видеоларым ұнап жатса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кейін зажаркамызды дайындап аламыз. Осылай пиязды ұсақтап, тәтті бұрыш, сәбізімізді осылай теркадан өткізіп алдым. Барлығын жақсылап дайындап алып, кейін табамызда осылай қуырып алатын боламыз. Барлығын кезек-кезекпен. Мен помидор да қостым, қатырылған томаты да қостым. Барлығын қоссаңыздар болады. Сосын дәмдеуіштерді өз қалауларынша саласыздар. Кішкене ғана су құйып, қайнатып қойып қоятын боламыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Бұны біз жақта ораманан деп айтады. Әр жақта негізі әртүрлі қылып айтады. Сіздер жақта қалай айтады, сол жайлы жазып кетіңіздер. Жақсылап қамырымызды жайып алған соң, менде кішкене ғана фарш болды. Соған, яғни асқабақ, пияз барлығын қосып, жақсылап дайындап алдым. Содан кейін жайылған қамырымызға май жақпаймыз, достар. Себебі дайындаған подливкамыздың өзінің майы жеткілікті. Сосын жақсылап тұрып орап алатын боламыз. Мен біреуі аз болады деп ойлағам, негізі қателесіппін. Біреуін өзіне кәдімгідей отбасымызбен тойып кеттік, даже артылып қалды. Жақсылап осылай орап қоятын боласыздар. Тұрған табамыздағы подливкамызға осының үстіне салып, жақсылап ортасын сәл ашып жіберсеңіздер болады. Орташа отта мен 45 минуттай пісіріп алдым. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үстіне осылай зелень салып, қалған астына подливканы осылай бетіне құйсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.